Бүгін 2 қараша. Осы бейнежазбаны көріп отырған барлық адамдарды жаңа аймен құттықтаймын. 2 қараша. Мен мен ұмытып қалған күннен бастап есеп түсірмедім. Және сол қазанның бір ортақ есебін осы жерден айтып өтейін. Жалпы қазан айы барлық осы 2025 жылдың барлық айлары және барлық күндер секілді таңғажайып керемет өтті. Түрлі бір қызықты оқиғалар, қуанышты оқиғалар, қызықты сәттер орын алды. Қазан айының дәл осылай өткеніне мен ризамын. Қазан айына рахмет айтайық. Ол жақсы жұмыс атқарды деп айтсам болады. Енді қараша айы келді. Және қараша айы келе салысымен жақсы оқиғалар орын алып жатыр. Және де осы орайда тағы да айта кететін, мүмкін менің өмірімде қазір барлығы жақсы өтіп жатқан шығар, тамаша өтіп жатқан шығар. Бірақ дәл осы сәтте біраз уақыттан бері немесе жақын уақыттан бері өмірімде бір қайғылы бір кезеңдер, қуанышы көп емес бір сәттер орын алып жатқан шығар. Мен ондай адамдардың барлықтарына қолдау көрсеткім келеді. Және де олар барлық адамдарда жалпы барлығы жақсы болғанын қалаймын. Бұны осындай сөздерді айтуымның себебі не істеп отыр? Не? Осы сөздерді айтуымның бір себебі, тіпті себебін ұмытқам. Не айтайын деп отыр едім? Ей, кіс. Әртүрлі адамдардың өмірінде өздері әсер ете алмайтын, әсер етуі қиын бір күрделі бір мәселелер, күрделі бір қоғамдық немесе адамның жеке өміріне қатысты бір шиеленіскен жағдайлар болуы мүмкін. Егер адам осы сәтте өзі әділдік жасаса, ниеті жақсы болса, жақсы жолда болса деп айтайыншы, онда ол адамға барынша қолдау көрсету керек. Және де бір адамдардан қандай да бір әділетсіздік көрсе, жамандық көрсе, оны психологиялық болсын немесе іс-әрекеттермен болсын қолдау керек. Себебі оған қолдау өте маңызды. Ұйықтайын деді. Ұйықтайын деген сияқты. Ұйықтасын. Мен мына мысықты өзім бір жерден тауып алдым.
ол кезде жүре алмаған. Қазірдің өзінде ақсаңдап бір ай, 2 ай, алдыңғы 2 аяғымен ғана жүреді. Бірақ ол кезде тіпті жағдайы қиын болған. Және де мен осы мысықты өзімнің үйіме алып келіп алдым. Осылайша кішкене де болсын мысыққа жақсылық жасадым деп айтсам болады. Осылай енді барлық адамдарға бір жақсылық жасап мәселелерін шешкім келеді. Бірақ та енді бұл сәл қиындау, себебі адамдар көп, мәселелер де көп. Оларға тек осылай сөзбен ғана қолдау көрсете аласың. Қараша айы осылай басқа айлар сияқты жақсы, тамаша өтсін. Солай ойлайды деп, солай өтеді деп үміттенемін. Қысқасы, барлығы сендерде жақсы болсын, жақындарың аман болсын, өмірлерің тамаша болсын.